Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз Gemini айдың тағы келесі бір мүмкіндігіне тоқталмақшымыз. Біз білеміз, Gemini айда бізде түрлі мүмкіндіктердің қосылып жатқандығын. Мына жерде музыка соңғы қосылған мүмкіндігінің бірі. Және де біз бұл жерде инструменттер бөліміне барсақ, бірнеше мүмкіндікке ие екендігін білеміз. Музыка мүмкіндігі, жаңа мүмкіндік деп бізде қосылып тұр. Енді мынау бірінші сурет жасау мүмкіндігі. Бұл бұрыннан бізге таныс мүмкіндік деп ойлаймын. Келесі мен тоқталмақшымын Canvas мүмкіндігіне. Олай болатын болса, Gemini айды қосамыз, содан Canvas таңдаймыз инструмент бөлімінен. Осы жерде мына аяғындағы оң жағында тұрған мына жылдам быстрее кнопкасынан ішінен өзіміз келесі таңдауға болады. Бұл жерде енді қиын, ойланып орындайтын жұмыстың ішінде бұл жерде қиын түрлі тапсырма орындасақ, соны ұзақ уақытта ойланып жасайтын болады. Ал біз қазір жылдам түрімен өзгертпей жасай береміз арман қарай. Енді жазу бөліміне біз тілімізді ағылшын тіліне қойып HTML деп жазамыз. HTML программалау тілін білеміз. HTML тілімізді қайта қазақ тіліне ауыстырып аламыз. Жазам HTML-да не жасағым келеді? Мысалы, ойын жасағым келеді. Ойын жасағым келеді. Код жазып бер дейміз. Енді оны жаздық. Енді арман қарай. Маған қай тақырыпта, қай классқа сол керек. Мен жазайын деп тұрмын. Оны 6-шы класс. Информатика. Енді тақырып жазам. Мен мысалы Python программалау тілінде. Сонда біз классымызды, тақырыбымызды жазатын болайық. Python программалау тілінде. 20 тапсырма. 6-шы класс информатика Python программалау тілінде 20 тапсырма дедім. Жасап көрейік. Не жасап береді екен бізге? Ары қарай жіберуді бастым. Математика амалдар, барлығы міне. Циклдер, енді 6-шы классқа цикл деген жоқ. Біз тараудың ішінде айтуымыз керек еді, қайсысында қандай деп. Ол жағын айтпай кеттік. Соның себепті бізде мынандай қылып жасап шықты. Енді міне бізге қарасақ жасап берді, бірақ код емес, тек тапсырманы былай жазып берді. Енді мен осыны айтамыз. Python ойыны дейді. Тапсырмалар Python ойын. Python ойын ашып көрейік ал. Кодты ашыпты, жаңағы тапсырмасын берген. Енді осы тапсырманы андай қылып бізге ойын қылып беріп тұр. Қазір міне Python мастері дейді. Жасап көреміз, қандай ойын құрастырып берді екен. Бастауды басамын. Pythonда экранға мәтін шығаратын функция. Бұл бізде print. Автомат түрде келесі сұраққа ауысты. 10 сұрақтан құратын жасап берген екен. 10 ұпай дейді. Бүтін сан түріне айналдыру үшін қай функция? Осылай қылып, яғни сұрақтарға жауап беріп отырамыз. Қалдықсыз бөлу белгісі дейді. Мысалы, қай жауапты таңдағанда қалай болады екен? Қалдығын табу дейді. Бізде қате жауап берсе қалай болады екен? Мысалы, дұрыс жауап берсе, автомат өтіп тұр ғой. Енді қате жауап берсе, мысалы, while деп бас. Қате жауап берсе, дұрыс жауапты көрсетеді екен. Мен былай алып жазсақ, аңғарылмай қалды. Ақпарат сұрау функциясы. Мысалы, былай алып жаздым. Дұрыс жауапты көрсетпеді.
ойын аяқталды, сенің нәтижең 60 ұпай дейді. Бұл жерде бізде тест қылып жасап берді, мысалы 10 сұрақтан тұратын. Енді осыны мүмкін мынаны ашып көремін көзіммен. Осыны мүмкін мынау жаңағы тапсырмасы бізге, мынау ойыны. Екеуін екі бөлек нәрсе алып құрастырып беріп тұр. Осылай қылып, енді арман қарай болған тағы толықтыру керек болады. Мысалы 10 сұрақ мысалға аз десем, сұрақты 20-ға толықтыр десем, немесе программаның коды бойынша сұрақтар қой десем, солай қылып өзім сұрақ толықтырып қолдануымызға болады. Мысалы жазамын қазір 20 сұрақ. 20 сұрақ керек деді. Сызықтық алгоритм. Сосын типтер, алтынша сөз оқығанымыз типтер, сосын арифметикалық амалдар бойынша. Қазір көреміз, қаншалықты маған толықтырып береді. Яғни, бұл жасап отқанымыз біздің Gemini'дің келесі бір мүмкіндігі. Gemini арқылы сонда біз тапсырманы да өзіміз құрастырып алуымызға болады. Сабақ барысында жылдам бір тапсырма керек болатын болса, 5 минуттердің шамасында ғана тапсырманы оңай құрастырып ала аламын. 20 сұраққа жауап бер дейді. Яғни сұрақ өзгерді. Қарасаңыз 20 сұрақ болды. Дәл жаңағыдай 20 сұраққа жауап бере аламыз. Осындай қылып Python программасында өзіміз ойынды құрастыра аламыз. Енді бұны оқушылармен бөлісуге де болады. Поделицияны бассақ, осы жерде поделиция етіп, мына сілтемені көшіріп алып, біз ары қарайда оқушыларға бөлісуімізге болады. Онлайн кезінде де, мысалы оқушыларға жылдам ғана тапсырма жасап жібергенге жақсы. Жібердім, бастау арман қарай оқушы істейді, тапсырманы орындайтын болады. Нәтижесін мысалға түсіріп жіберді айтсақ та, нәтижесін көрсек те зуммен тұрған кезде. Осылай қылып тапсырмаларды құрастыруға болады. Яғни сонда біз бүгін Gemini'дің Canvas мүмкіндігімен таныстық. Яғни сабаққа қажетті түрлі тапсырмаларды құрастырып алуымызға болады. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.